Ассалаумағалейкум, тарих сыйрағым. Бүгінгі әңгімеміз мұсылман қауымына белгілі атақты қолбасшы және ұстаз деп айтуға болады. Жалпы мұсылман әлемін үлкен қауіптен аман алып қалған әлемдік тұлға деп айтуға да болады. Өз ғасырының Салахаддин, немесе европалықтар Саладин деп айтады. Осы Салахаддин жайлы болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіріп, жан-жаққа таратсаңыздар үлкен қолдау болар еді каналыма. Салахаддиннің атасы Шади, яғни қазіргі Арменияның территориясында өмір сүрген екі балалы ұлды болғаннан кейін, яғни Аюб пен Шухрухты Бағдат қаласына көшеді. Жалпы олардың ұлттары курд болып, жан-жақты кісі болған. Ол курд тілінде, араб және селжуқ, яғни түрік тілінде сөйлеген әрі белгілі қолбасшы болған. Өз заманының Бағдат қаласынан көшкеннен кейін Тикрит қаласына көшіп барады. 1132 жылы Масулдың атабегі, яғни Имам-ад-Дин Зенгі Бағдат қаласын жаулап алғысы келіп, бірақ жеңіліс тауып қашып Тигр өзенінің жағасына тығылып, сорада қашарға жер таба алмай тұрғанда, Салахаддиннің әкесі Аюб өзеннен өткізіп Тикрит қамалына тығылуға көмектеседі, қорғануына. Сол кездері Салахаддиннің атасы Шади сол бекіністің басшысы еді. 1137 жылы кейін солтүстік Месопотамның губернаторы болып, яғни селжуктардың арасында қызметі үшін Аль-Бихруз губернатор болып келеді. Яғни кезінде Зеңгіні бекініске тығып көмек берген үшін, әрі Бихруздың бір досын Аюбтың інісі Шухрух өлтірген үшін оларды қаладан Тикриттен қуа. Сол көшіп баратқан кезде Салахаддин дүниеге келді деген аңыз бар. Яғни Тикритте кейін атақты Саддам Хусейн да дүниеге келген. Кейін осы Тикрит қаласы және Салахаддин жайлы көптеген Саддам Хусейн кітаптар шығарды. 1139 жылы семьясымен Аюб Масул бекінісіне көшіп барады. Сол кездегі атабек Зенгі өзінің қарыз екенін мойындап, оның бір бекінісінде басшы қылып сайлайды. Кейін Зеңгіні өзінің құлы өлтіргеннен кейін Дамаскіге көшіп барады. Аюб Дамаскідегі Зеңгінің ұлы Нұрадинді қолдап, сол кездерге таққа таласта үлкен қолдау болып, Нұрадинді таққа отырғызып, өзі Дамаскті басқара бастайды. Салахаддиннің жас кезінде өте білімді екені көптеген мағлұматтармен және тарихшылардың жазуына қарағанда алгебра, геометрия және араб поэзиясы мен шежіресін қатты зерттеген арабтардың, соның ішінде арабтардың асыл тұқымды жылқыларға дейін зерттеп өте білімді болған, ешкім ойламаған ол соншалықты білімді адам жауынгерлікке барады. Яғни ол жастайынан Құран кәрімді жатқа біліп, хадистердің бәрі. Әрі сол кездері Салахаддиннің өмір сүрген кездерінде 86 жылдай бірінші Европалық кресшілердің жорығына өткен болды. Яғни Иерусалим, Палестина жерлері сол кезде кресшілердің қолында болды. Жан-жақтан ағылған Европаның ханзадалары, яғни Европадағы үлкен корольдіктердің көптеген ханзадалары, әкесінен қалатын мұрау қалмайды, үмітсіз, құр атақтан басқа дымы жоқ адамдар бар. Үміті Иерусалимнен, яғни араб және басқа да саудагерлер тонаумен өзіне атақ даңққа ие боламыз, қолбасшы боламыз деп үлкен үмітпен ағыла бастады. Ағылған сайын көптеген қалалар мен араб саудагерлер басқа да елді мекендерді қырып, дін жамылып, ең бай қалалар қанға боялды. Сол кездері Аббасидтер династиясы, яғни Бағдат пен және Мысырды билеп тұрады. Екіге бөлініп Фатимидтер болып, ол Мысырды билесе, ал Аббасидтер болса Бағдатты биледі. Ал Нұрадин Месопотамия мен Сирияның билеушісі болды. 1163 жылы Мысырдан, яғни уәзір Шибарды қуып шығады. Халиф Аль-Адидтің бұйрығымен Шибар Нұрадиннен көмек сұрап, 1164 жылы Шухрух өзінің інісі Салахаддинді ертіп Мысырға жорық жасайды. Сол кезде Шухрух жеңіске жетіп, Шибарды таққа отырғызады. Бірақ Шибар Шухрухтың әскерді алып кеткенін қалайды. 30 000 динар берем деп Шухрух Нұрадиннің бұйрығы жоқ деп сылтау айтып кеткісі келмейді. Сол кезде Шухрух, яғни Иерусалимдегі корольден көмек сұрап, христиандардың Шибар мен Иерусалим королінің Амор біріншінің қолы қосылып, Шухрухтың әскеріне қарай бет бұрады. Шухрух Белбейс бекінісінде 3 айдай қорғанып, кейін бекіністен шығып үлкен шайқас болады. Шухрухтың әскерінде Салахаддин оң жақ қанатын басқарып үлкен жеңіске жетеді. Үлкен бір шайқаста ең алғашқы қатысып тұрған
Салахаддин үшін де бір үлкен сынақ болады. Яғни жеңіске жеткенмен Шухрук үшін үлкен қиындық болады, өйткені көптеген адамдарынан айырылып қалады. Сондықтан әрі сол кезде Каирде кресшілер басып алып толық келіссөздер жүгіріп, яғни Шухрук та кресшілдер де бәрі де Каирден босататын болып, Шухрук өзінің әскерін алып Александрияға кетеді. Сол кезде жерден ақша мен қару-жарақ алып, өзінің әскерін қалпына келтіреді. Осылай Салахаддиннің әскери өмірі басталады деп айтуға да болады. Жалпы ағасы Шухруктың үлкен қолбасшы және жауынгер болғаны сөзсіз. Сол өзінің әдісімен және де тәжірибесімен інісі Салахаддинмен бөліседі. Осылай ол үлкен қолбасшы болып ағасынан үйренген көптеген жорықтар мен шайқастарға қатысып тәжірибе жинайды. Келесі шығарылымда Салахаддиннің басқа да жорықтары мен ерліктері жайлы болады. Әзірге каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, жан-жаққа таратып жіберіңіздер. Каналдың дамуына өте үлкен үлес қосасыздар ағайын. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.